сен тоқтама. Сен оқисың, мен жиналамын. Келіспедік қой. Кешір, Рейнбоу Дэш. Деринг Дудың табынушыларының берекесінде қалай көңіл көтеретініңді ойлап отырмын. Гриффинстоундағы достық жиналысында Селесия ханшайымға керек болған өкінішті. Алаңдама, сен үшін кітапқа A.K. Ирлингтің қолтаңбасын қойдырып алам. Шынымен де ол келеме? Ол бұл жиындарға қатыспайтын. Бұл басқа табынушылар үшін нағыз таңғаларлық оқиға болады. Бірақ екеуміз A.K. Ирлингтің өзімен таныспыз. Және оның Деринг Ду екенін де білеміз. Сондықтан бізді таң қалдыра алмайды. Мерекеде өте көңілді болады. Алайда аса қуанудың қажеті жоқ. Мен сондай бақыттымын. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Бейтаныс табынушы. Сен Деринг Дудың қайталанбайтын, теңдессіз аттракционына қызығатын, шытырманды бастан кешіруге дайын пониге ұқсайсың. Қалай қарайсың? Жоқ, рахмет. Байқап көргенмін. Бұл ең Ерекше әсер ететін жер. Мұндайды тек нағыз табынушы ғана бағалайды. Олар тіпті тақтайшаларды рет-ретімен қойды да. Анық байқадың. Мен Квипл Пентаспын. Танысқаныма қуаныштымын. Рейнбоу Дэш, керемет костюм. Сенікі де керемет. Рахмет. Ең қиыны Оқ деген жерді анықтау. анықтау. Өйткені Сафир тасы кітабының 84-ші бетіндегі дәйек сөзде қабырғадан атылған 20 шақты оқтан жалтарып кеткендігімен аяқталады. Бірақ 107-ші беттегі дәйек сөзде Деринг Ду оқша бораған жебелерден әрең құтылғанын айтқанымен, Деринг Дудың асырап айтқаны анық. Атылған оқтың нақты саны ол менімше 20. Сені кездестіргеніме қуаныштымын. Экспозицияның керемет болатыны анық еді. Бірақ мұнда Деринг Дуды жақсы білетін понимен болу қызықтырақ екен. Келісем, қатты әуес болған пониді табу өте қиын. Қызық. Бірінші трилогия бойынша ғана текшелерге қарап шықтық. Түстен кейін басқа кітаптармен айналсамыз. Тоқта. Басқа кітаптар жай ғана жоқ. Әрине бар. Деринг Ду және қорқынышты мұнараға саяхат. Деринг Ду және көп жүзді. Өтінем, қойшы. Тіпті аттарында тамаш өтінем. Кітаптар өмірде жоқ деп айтып отырған жоқпын. Жай мен оларды мойындамайым. Нүкте қоям. Неге? Өйткені олар қорқынышты. Тағдыр сақинасынан кейін ең болмаса сәл шындыққа жанасатын бірде біреуі жоқ. Мұның бәрі анық болғанын білем. Және бұл шытырманда 100% шынайы. Ұқтың ба? Сен мұны қайдан біледі екенсің, данышпан? Мен жай ғана білем. Ендеше бұл нағыз дәлел. Деринг Дуды сонша жек көретін болсаң, мұнда не үшін келдің? Деринг Дуды жек көрмеймін. Кітаптың бірінші топтамасы ойластырылған, және қызықты болды. Классикалық шытырман оқиғалы роман, ол жерде өз-өзіне баға берумен мысқыл. Сонымен қатар, шектен шықпай масаттану бар. Міне, сондықтан осы жерге A.K. Ирлингтің өзінен нелікті дарынын сатып, соншама төмендеп, кітаптарын шындыққа жанаспайтын қиял ғажайыпқа айналдырып жібергенін сұрауға келдім сенен. Жарай, түсіндім, сен ақылыңнан адасқансың. A.K. Ирлинг керемет. Және Деринг Ду туралы кітаптың келесісі алдыңғысынан да күшті. Не? Жарайды. Кешір, әңгіме Деринг Ду туралы болғандықтан ғана шынайы емес, нәрселерді шынайы деп ойлайтын понимен дос бола алмаймын. Қош сау бол. Тамаша. Ал мен шынайылыққа берілгенім сонша, тіпті әлемдегі ең керемет қаһарманнан бас тартатын понимен дос бола алмас едім. Жақсы. Қара, A.K. Ирлингке Рейнбоу Дэш келгенін айтыңызшы.
бір білгішке оның кітабындағылардың барлығы шынымен болғанын дәлелдеуім қажет. Рейнбоу Дэш. Әйкей, сөйлесуіміз керек, шұғыл шаруа. Бұл жерде емес. Айта бер, не болды? Бұл Кабалерон ба? Оны көрдің бе? Не? Жоқ. Алайда төменде бірінші трилогиядан кейінгінің бәрі шынайы емес деп өте нашар деп ойлайтын бір пони бар. Сен маған мұның бәрі мүмкін екенін және шын болғанын дәлелдеуіме көмектес. Наразы табынушылардан да маңызды нәрселерім бар. Әлі. Кулаканның бойтұмары және Кабалерон мұны іздеп жүр. Әйтсе де бойтұмар кілт қана. Нағыз қазына жоғалған ғибадатханада жасырылған. Чикомостоктың 7 қырлы хобдишасында. Кабалерон оны аукционда сатқысы келеді. Қазынаны одан бұрын табуға міндеттімін. Иә, Дәрингдудың жаңа шытырман оқиғасы. Бірақ, мұнда не істеп жүрсің? Әлі ғибадатхананы таппағандықтан бұл жер мен үшін де бойтұмар үшін де қауіпсіз. Мұнда күзетшілер көп. Бірдеңе бола қалған жағдайда Дәрингдудың костюмімен табынушылар арасына еніп кетем. Қалай көмектесуіме болады? Сақ болып жүр, күтпеген жерден бірдеңе байқап қалатын шығарсың. Құп болады. Ал бірінші трилогияны ғана ұнататын пони күмәншіл ме? Білейін дегенім ғой. Дұшпанының соншама табынушылары бар. Өкінішті. Мұнда Кабалеронның текшесі қай жерде? Оқсастық көріп тұрған жоқпын. Кеттік. Дәрингду мен Кулаканның бойтұмарын табамыз. Бұл жерде ұзақ болуды қаламаймын. Мәсаған, бұл әлгі мүмкін еместің мүмкін екенін білетін пони ғой, жай ғана біледі. Ай, кешір, Квибл. Керемет нәрсенің бәрі ол шындыққа жанаспайтын понимен дауласудан да маңызды істерім бар. Жоқ, тоқта. Джунглидің қарғысында Дәрингду биіктігі 60 қабатты сарқырамадан құласа да, қанатын долы өзенде сындырып алғанына қалай 100% сенімді екеніңді тыңдағым келеді. Қане? Ай, қанаттың сынбағаны түсінікті. Кабалерон! Міне, бұл өте жақсы кейіпкер. Керемет өмірбаян, ашық уәждеме? Жоқ, Кабалерон ана жерде. Әрине. Ол дәл солай ана жерде де, анда да, ана жерде де, тағы ана жерде. Қайда барасың? Және біз осы жердеміз өйткені? Дәрингду, Кабалеронның Кулаканның бойтұмарын ұрлауға келгенін айтты. Кабалерон мен оның жандай шаптары осылай қарай кетті. Жарайды. Олай болса мен ішке кірем. Мұнда екеуміз үшін ақмақтықты мартық. Дәрингдудың қандай ойын ойлап тапқанын білмеймін. Дегенмен олар сендерге менің бойтұмарды ұрлағым келетінін айтса, демек сендер оған жұмыс істейсіңдер. Кабалерон! Енді не дейсің, Квибл? Сен осылай кітаптардың шынайы екенін дәлелдегің келе ме? Шынымен де Дәрингдудың шытырмандарының аттракционын төледің бе? Рас па? Не? Жоқ, анықтап қара. Жандай шаптар, Кабалерон! Жолына 100 жыл кететін орман. Бұл енді шынайы өмір. Дәл солай. Бізді шынымен де Кабалерон ұстап алды. Қойшы, ол бастан аяқ жасанды ғой. Ренжуім жоқ. Сонымен қай оқиға желісі? Сендер бізді ұрлап белгісіз бір жаққа алып кеттіңдер. Өйткені осы маңда Чикомозоктың ғибадатханасы бар. Оны тапқан кезімде 7 қырлы хобдиша менікі болады. Әйтсе де, оны ашуым үшін Кулаканның бойтұмары керек. Аха, ал бойтұмар Дәрингдуда. Сондықтан осы қиын жоспарды ойлап таптыңдар. Оны алдып, орманға шақырып, бойтұмарды бізге айырбастап аласыңдар. Оны қиын еместер едім. Алайда, иә. Жарайды, біз аяқтадық. Жақсы жұмыс. Шын айтам, өте шынайы. Тыңдаш досым, оның ақшасын қалдыра бер, ал мен кеттім. Ешқайда бармайсың. Бәлкім саған жоспар ұнамайтын шығар, бірақ мұнда мен басқарам. Дұрыс. Және тыңдаңдар, Дәрингду келгенше осында боласыңдар. Егер сендерді аман есен қайтарғысы келсе, бойтұмарды береді. Оларды байлаңдар.
Грифондардың құлпы. Сен оны білесің бе? Бұл Деринг Дудың тыңшысы екеніңді дәлелдейді. Немесе зейінді оқырман. Ал қазір ғибадатхананы іздеу жұмысын жалғастырам. Ешқайда кетпеңдер. Тыңдаш, мұның шынайы екенін мойындауға дайынмын. Тек мына жандай шаптардың қойылымнан бас тартшы. Олар мені тыңдамайды. Олар бізді ұрлап кетті ғой. О, яғни сен сценарий қолданасың ба? Жарайды, жақсы. Біз Деринг Дудың оқиғасындамыз. Бұл не? Деринг Ду, ақыры келдің ау. Біз мұндамыз. Іздеуге кірісіңдер. Деринг Дудың бұларды құтқаруына жол беруге болмайды. Төртеуі бірге. Олар тіпті бір күзетшіні қалдырып кеткілері келмейді. Жоқ, тоқта. Әйтпесе, бұл Деринг Дудың қорқынышты шытырманы болмай қалады. Бұл маңызды емес. Олар қайтып келгенше Грифондардың құлпысын аша алмаймыз. Жарайды. Бұл жаман болмады. Жылдам Деринг Дуға ескертуіміз керек. Олай қоймас. Маған қонақ үйдің қайда екенін көрсетсе, өзің күні бойы қойылым ойнап, қазына іздей беруіне болады ғой. Жарайды. Мұны Деринг Дудың аттракционы деп елестетейік. Және мерекеге оралу үшін соңына дейін жүріп өтуіміз қажет. Сондықтан соңынан ер. Сен алып шығам. Келістік пе? Жарайды. Бәлкім осы жерде сені қалдырып кетуім керек шығар. Ақырында көз жеткізуім үшін. Демек, Деринг Ду солақай. Ал біз мұның олай емес екенін білеміз. Деринг Ду мен қорқыныш мұнарасының мәселесі осында ғой. Келесі кітаптың мәселесі және тағы да. О, әрине, Деринг Дудың қай шытырманы қауіпті арқан көпірінсіз еді. Мен әлбетте шынайлықты қолдаймын. Дегенмен бұл ойынның ұйымдастырушысы мұның қауіпсіз екеніне анық сенімде ме? Не болды? Сен үшін тым шынайы ма? Деринг Дудың оқиғасында бұлай болмау керек, рас па? Бұл Деринг Дудың шынайы оқиғасы болса, мен ең қолайсыз сәтті көпір ағашының... Мұның шын болмағаны жақсы болды. Мұнда ең болмағанда көпір құлап қалмайды. Ақшаңды қайтарып ал. Мұндайды мүмкін емес нәрсе деп көрш. Бұл керемет болды. Мен ойладым, сосын сен, сосын ұшып кеттік, сосын мен, сен қайда дедің. Сосын сен бұрдың ба? Мен судың бетінде сырғанадым ба? Ал тастаршы, олар болды ма? Мәз саған. Иә, дәл солай. Мұны оқысаң, бұл мүмкін емес дер едің. Жарайды, сенікі жөн, мерт болуымыз мүмкін еді. Мерт болуымыз мүмкін еді. Болғанда аттракцион, бұлай болмайды ғой. Бұл ақмақ понилер нені ойлап жүр өзі? Нені? Біздің ойымызша қашып кеткендерің үшін алғыс айтуымыз керек. Сендер бізді тура Чикамастоктың ғибадатханасына алып келдіңдер. Оларды көзден таса қылмаңдар. Қашуларына жол беруге болмайды. Жазасыз қалмайсыңдар. Рас па? Мені ғибадатханаға алып келдіңдер. Деринг Ду болса, достарын алдап кетпейді. Бойтұмар жақын арада менікі болады. Не? Мұны ессіз жоспар дегін келмей ме? Бұл Деринг Дудың ресми аттракционы емес, мырза. Солай емес пе? Бәрі келді. Бұл тиісті қауіпсіздік шаралармен қамтамасыз етуді білмейтін, біліксіз понилердің ұйымдастырған арзан қойылымы. Ал енді көпірге не болды? Бізге қауіп төнді ғой. Сендерге айтам, бірақ кімге хабарлайтынымды білмеймін. Маңызды біреуге хабарлаймын. Мына аттракционның арзан қол көшірмесі менікі дұрыс екенін дәлелдеді. Ал мына қолайсыз жағдайлар Деринг Дудың қарапайым шытырмандарының белгілері. Жоқ, мен сөйлеймін. Іс-әрекет орнының орман ба? Бар. Ал өте қорқынышты. Зұлым жоспаршы. Бар. Кездейсоқ келесі көрініске өту. Бар. Қай жерді басып жатқаныңды қара, ақмақ. Тыңда, досым, шеберлікті керемет зұлымдық мектебінде оқыған. Тозығы жеткен мөрі бар 2-ші сыныптағы әртістің сөзіне бағынбаймын. Қазір мұнда жалғыз-ақ жетпей тұрған нәрсе үлкен ауи сойділ сияқты құбыжық. Алайда,
бұл сендердің жертөле аттракциондарың үшін тым қымбат деп ойлаймын. Солай. Сен шынайысың. Ол нағыз құбыжық. Бәрі шынайы. Бірдеңе көрсең ескертуіңді сұрап едім ғой. Ал сен менсіз жолға шықтың. О, бәлі, сен шынайсың ба? Сен онымен доссың ба? Кейінірек танысамыз. Қазір біз деген... Мына жерден шығуымыз керек. Иә, рахмет. Шынын айтқанда жоқ. Не? Біз қазынасыз кете алмаймыз. Және оған досымыздан бұрын жетуіміз керек. Бәлі. 7 есік, 7 кілт. Тек біреуінің артында ғана қазына бар. Басқа есіктердің артында не бар екенін ойлағым келмейді. Иә, классикалық көрініс. Пони мен жолбарыс бізге керегі тек. Бәлкім дәріңді қарап көретін шығар. Кешіріңдер. Бұл емес. Ол әрқашан осындай ма? Иә, бірақ әдетте ол дұрыс айтады. Қай құлыпты таңдайтын едің? Керемет. Қара, әр есіктің жұбы бар. Мыналар екеу. Мұнда жер понилері жыландармен шайқасып жатыр. Ал мына жерде пырақтар гриффиндармен соғысып жатыр. Мұнда дарамүйіздер аюлармен шайқасып жатыр. Ал мына жерде... Қанатты дарамүйіз бейнеленген. Тек осының ғана жұбы жоқ. Қалай байқамағам? Иә, осы сұрақты 4-ші кітапқа қоямын. Чика Мастоктың 7 қырлы қобдишасы. Қыздар? Шығу жолы толығымен жабылды. Қалай шығамыз? Әне, Шынымен бе? Міндетті түрде ғибадатхананың шатырынан шығу керек бе? сыншы мырзаны алып шығуымызға тура келеді. Бұл жылдамдығымызды бөгейді. Біз жете алмаймыз. Тыңдаңдар. Рейнбоу Дэш екеуміз мұны меңгеріп алғанбыз. Айналып ұшыңдар, оның үстінен өте алмаймыз. Үстінен ұшу ма? Есіңнен адастың ба? Егер Квейбл айтса, солай істеу керек. Сендер естеріңнен адасқансыңдар. Сен үстінен ұшыңдар дедің. Мен айналып ұшыңдар дедім ғой. Ал мен тыныш дедім. Мұнда, оларды естідім. Сонымен ойлап таптым. Батпақ пен тастардан жалғыз қазына жасаймыз. Оны Кабалеронға береміз. Сосын... Дэринг Дудың әр жоспарының керемет қиын болуы шарт емес. Оларды осы жерден естігенім анық. Кегімді қайтарам, Дэринг Ду! Айтарлықтай шабыттандыра қоймады. Дегенмен іске асты. Сонымен кімсің? Ол табынушы. Аха. Ғибадатхананың басқа жағында саймен жүретін баспалдақ бар. Сонымен жүріп шығысқа қарай бет алыңдар. Ал сен ше? Мұнаны мұражайға апарам. Көмектерің үшін рахмет. Сендерсіз шамам келмес еді. Екеуіңсіз. Сонымен? Бәлкім кейінгі кітаптар мен ойлағаннан да шынайлау шығар. Алайда олар маған намайды. Не? Қалайша? Тоқта, біз ұрсып қалмай тұрғанымызда айтуыма мұрша бер. Қиын жағдайлардан құтылу үшін ақылын қолданатын Дэринг Дуды жақсы көремін. Түп нұсқа триологияда ол сондай. Ал сен кез келген қайта түзелген батыл, күшті Дэринг Дуды жақсы көресің. Солай дейді. Бұл қалыпты нәрсе ғой. Дэринг Дуды күшті ететін не екеніне келісе алмайтын шығармыз. Бірақ сен сөзсіз ғажапсың. Мені көпірден құтқардың. Ғажап, ғибадатханадан қашуды айтсаңшы. Сен Рейнбоу Дэш өте күштісің. Алайда, білесің бе, мен Дэринг Ду секілді қазынаны жылдам таба алмайым. Ал сенің әдеби талғамың нашар. Бірақ сен кереметсің.
ақылды оқымыстысың және жұмбақтарды шеше Тіл аласың. табысу үшін барлық нәрсеге келісе беруіміз шарт емес. Доспыз ба? Әрине доспыз. Қалай ойлайсың? Әйкей Эрлинг, келесі кітапты менің жазуыма рұқсат ете ме? Егжей-тегжей нақтылап бере алатын едім. Мысалы, келесі шытырманда екінші дәрежелі қаһармандар болады. Әзірге оны айтқым келмейді әрине. Ол туралы көп оқиғалар жазып қойдым. Ойым дұрлап аласың деп қорыққандықтан емес. Қысқасы, ол жерде көп жұмбақ болады. Және жұмбақтың шешімі қаһармандарға каратенің жаңа тәсілін беретін еді. Сен өзі қалай ойлайсың? Тағы бір нақтылық аздап маған ұқсайды. Оның келісетініне сенімдімін. Квибл, Кешір. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл